Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа узор үйренеміз. Мінекей. Қараңыздаршы, қандай күшті, керемет, тамаша. Мінекей. Оң беті осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Екі беті де бірдей. Көрдіңіздер ғой, қандай кереметтілігі. Мінекей. Бұл узор өзі 10 қатардан және 8 көзден тұрады. Мына бұрым. Мына ортасындағы 5 көзден. Мінекей. Енді біз қазір мына екі бұрым мен мына ортадағы көздерді тоқитын боламыз. Мінекей. Ал кеттік ендеше. Осы узорды бүгін тоқып көрейік. Мен мына жерде 23 көз алдым тек қана. Енді біз узорымыздың бастапқы қатарын, 3 қатарын мынау теріс бетінен бастайтын боламыз қазір. Сонда мына екі бұрым мен мына ортадағы көздер осылар тоқылатын болады. Ал кеттік ендеше. Узорымыздың бастапқы қатарының бірінші қатары. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бірінші көзді іліп аламыз, тоқымай. Сөйтеміз де. Бір теріс, бір оң қылып тоқып бастаймыз. Бір теріс, бір оң. Бір теріс, бір оң. Дәл осылай, осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Енді узорымыздың бастапқы қатарының екінші қатары. Екінші қатарда біз қазір мына бұрымды тоқитын боламыз. Ол 8 көзден тұратын болады. Мінекей, мына жерде. Енді бұл бұрымға келген кезде біз сурет бойынша тоқитын боламыз. Мінекей. Бір көз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей. 8. Мына бір бұрым өзі 8 көзден тұрады. Келесі. Енді ортадағы көздер. Бұл 5 дедік жаңа, я. Енді бұнда, мінекей көріңіздер ғой, бір оң бір теріс, бір оң бір теріс. Енді бұны керісінше бұл суретте оңды теріс қылып, терісті оң қылып тоқитын боламыз. 5 көзді. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Мінекей. Енді тағы да келесі 8 көзі бұрымға келдік. Бұл де жаңа айтқанымыздай, бұл сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, терісті теріс қылып. Екінші көз, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей, осымен узорымыздың бастапқы қатарының екінші қатары аяқталды. Үшінші қатар, мынау жаңағы біздің бұрымымыз болып келеді, шеттегі тұрған 8 көз. Бұны сурет бойынша тоқитын боламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. Мінекей. Енді ортадағы 5. 5 көзі біз қазір узорларын өзгертіп отырамыз. Мінекей. Негізі біз бұл узорларды теріс бетінде де, оң бетінде де кезек-кезек өстіп ауыстырып отыратын боламыз. Мінекей. Енді қазір біз мына оңды теріс қылып, терісті оң қылып тоқимыз. Мінекей. Бір көз, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Мінекей.
Енді келесі 8 көзі біздің бұрымыз келді. Бұны сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Мінекей, екінші көз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осымен үшінші қатарда аяқталды. Бастапқы узорымыздың қатары. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, сурет. Енді ол көрініп келе жатыр. Енді байқағаныңыздардай, мінекей, шеттегі бұл біздің бұрымдарымыз болады. Мінекей. Ал кеттік енді. Болдық енді. Біз узорымыздың бастапқы 3 қатарын тоқып болдық. Енді бұдан кейін енді бұны тоқымаймыз. Шамалы біз көбейтіп алдық қой, көзге көріну үшін. Енді келесі. Енді узорымыздың негізгі қатарларын тоқитын боламыз. Біз қазір төртеуден бөліп, мына жерде мінекей. Бұларды қазір біз тура мына жердегідей солға қарай қаратып айқастыратын боламыз. Мінекей, әуелі біз көріп алайық, иә? Мінекей, 8 айқастырғанда қазір қателесіп қаламыз. Әйтпесе мінекей, мына бірінші оң болып келді, бірінші көз, және 5-ші көз оң болып келді. Мінекей. Енді айқастырғанда біз оң білтекешпен мынау 5, 6, 7, 8. Мінекей, оң білтекешке іліп алып, мынау сол білтекештегі мына алғашқы мына көздерді біз босатып жібереміз да, оң бетінен қайттан іліп аламыз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой. Сөйтеміз да, мынау сол білтекеш, оң білтекештегі көздерді сол білтекешке қайттан кигізіп, бір-бірлеп тоқитын боламыз. Мінекей. Бір оң, бір теріс қылып. Бірінші оң, екінші теріс. 3, 4. Мінекей, теріс қой. Енді мына оңмен тура келді. Теріс оң, кезіктесіп тоқып жатырмыз. Мінекей. 6-шы, 7-ші, 8-ші. Мінекей. Енді мына жерде біздің 5 көзіміз бар. Бұны тағы да суреттерін өзгертіп отырамыз. Оңды теріс қылып, терісті оң қылып. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей. Болды. Енді мына жерде біздің 8 көзіміз бар. Бұны қазір біз тағы да солға қарай қаратып айқастырамыз. Төртеуден бөліп алып, ол үшін мінекей, мынау теріс жағынан мына 4 көзді біз қазір мына. Әуелі қарап алайық мына жерден. Мына жерде де 4, мына жақта да 4, иә? Бірінші теріс болып келеткен. Осыны қадағалап отырмасақ, біз суретінен шатасып кетеміз. Мінекей. Оң білтекешке іліп алдық. Бастапқы мына көздерді қазір біз сол білтекештен босатып жібереміз да, мына оң бетінен қайттан мінекей кигізіп алдық. Сөйтеміз да, мына оң білтекештегі мына көздерді біз мінекей іліп алдық. Сөйтеміз да, бір теріс, бір оң, бір теріс, бір оң. Мінекей, көрдіңіздер ғой? Ұшы келесі теріс болып келіп жатыр. Енді біз дұрыс бағытта келе жатыр екенбіз, шатаспай. Осыны қадағалап отырмасақ, сіздер түгіл менің өзімде кейде шатасып кетемін. Тез тоқимын деп. Мінекей. Мінекей, узорымыздың бірінші қатары, негізгі қатары аяқталды. Екінші қатарда енді қараңыздар. Мынау 8 көзде біз сурет бойынша тоқитын боламыз. 8 көзді. Оңды оң, солды сол қылып. Екінші көз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді біз мына жерде мынау баяғы біздің 5 көзіміз. Бұның суретін өзгертіп жібереміз. Оңды теріс қылып, терісті оң қылып. Екінші көз. 3, 4, 5. Мынау біздің жаңағы бұрымыз 8 көз. Бұны
сурет бойынша тоқитын боламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осымен узорымыздың екінші қатары аяқталды. Үшінші қатар. Енді үшінші қатарда біз ешқандай да мына орындарын ауыстырмай 8 көздерді сурет бойынша енді тоқитын боламыз. Мына жерде оң, бір теріс, 2 көз, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей. Мына жердегі 5 көз қарап отырайық. Суреттерін өзгертеміз. 1, 2, 3, 4, 5 болды. Енді келесі бізде мынау 8 көз. Бұны сурет бойынша тоқитын боламыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осымен узорымыздың үшінші қатары аяқталды. Төртінші қатар. Төртінші қатарда біз мына 8 көзде сурет бойынша тоқитын боламыз. 4, 5, 6, 7, 8. Мына ортадағы 5 көз. Бұны өзгертіп отырамыз. Мінекей, 1, 2, 3, 4, 5. Келесі бұл 8 көз. Бұны сурет бойынша тоқитын боламыз. Мінекей. Мінекей, узорымыздың төртінші қатары аяқталды. Мінекей, 4 қатар, я. Енді біз тағы да дәл осылай қылып 6 қатар тоқитын боламыз. Содан кейін барып дәл мына төмендегі бірінші қатардағыдай айқастыратын боламыз. Мінекей, біз 10-шы қатарға келдік. Мінекей. Енді біз мына жерде шатасып қалмас үшін біз мындай жіпті дәл осылайна өткізіп қойсақ та болады. Сол кезде біз неше қатар тоққанымыз белгілі болады. Біз жаңа айқасқан қатардан бастадық, бірінші қатарда. Мінекей, енді қараңыздар. Мінекей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мінекей, өйстіп санап отырсаңыздар, мынандай жіппенен, басқа өзге жіппенен белгілеп, сол кезде шатаспайтын боласыздар. Мінекей. Енді мен мына жерде 10 қатар тоқыдым. Енді қайтадан бірінші қатардан бастап тоқисыздар. Бірінші қатар өздеріңізге белгілі. Мына 4 көзден біз қазір сөйтіп дәл осылай қылып айқастырамыз. Бірінші қатары сол есептелінеді. Енді мына жерден қазір мына өзге жіппенен көріп жіберейік. Бірінші қатары қалай болар екен. Енді жіптің жуандығы, жіңішкелігіне байланысты сіздер 10 қатар емес, мүмкін 12 қатар тоқуларыңыз мүмкін. Ал, кеттік енді. Бірінші қатарды көрсетіп жіберейін. Біз мынау 4 көзді өйстіп алып аламыз. Әуелі көріп аламыз. Мынау бірінші 10 болып келеді екен. Сол білтекеште мына жіптерді босатып жіберіп, оң бетіне қайтадан теріп аламыз да. Сөйтеміз, мына жақта да мінекей бірінші көз 10 болып келеді екен. Осыны ескеріп отырайық. Сөйтіп, мына жіптерді біз сол білтекешке кигіздік та, мінекей бірінші 10, теріс, екінші көз 3, 4, мінекей көрдіңіз ғой, туралап келіп жатыр. 5, ретімен келіп жатыр екен. 6, 7, 8, мінекей. Енді мына 5 көз, бұл 5 көзді біз қазір суреттерін өзгертеміз. Оңды теріс қылып, терісті оң қылып. Екінші көз 3,
4, 5. Енді келесі мынау біздің 8 көзіміз. Бұны да бірінші теріс болып келеді екен. Мына жақта да мынау теріс болып келеді екен, иә. 4 көзде теріс жағынан іліп алып, мына оң бетінен сол білтегешке мына жіптерді іліп алдық та, мыналарды қайттан сол білтегешке кигізіп, мінекей, сөйтіп та мынау бірінші теріс болып келді, екінші оң. Өстіп ары қарай жалғастыра бересіздер. Оң, теріс, мынау 5-ші көз, 6, 7, 8, мінекей. Осымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Мінекей, көрсетіп жіберейін. Тамаша, әдемі болыпты. Теріс бетін көріп жіберейік. Мінекей, көрдіңіздер ғой, теріс беті дәл сондай бірдей. Тамаша, иә? Міндетті түрде мынандай кішкентай ғана жіппен бүйтіп белгілеп, іліп алып, өстіп тоқып отырыңыздар. Көрдіңіздер ғой, қандай күшті. Тамаша. Ал енді үлкен тоқымамызды көрейік. Мінекей. Оң беті, теріс беті, екеуі де бірдей. Қандай тамаша. Мінекей. Бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.